болады да. Мысалы осындай орман алабы бар бізде. Мына орман алабын дұрыс картаға түсіру үшін олар не істейді? Мысалы қайдан біледі да, мынаның осылай сызу керек екенін деген сияқты да. Нам понятно, что бұрышын өлшеп алуға болады. Но когда орман алабы үлкен болған кезде, мысалы далада тайга жаққа барады мысалы. Оны орман алабын қалай біз өлшейміз да? Бірінші былай жасалады. Мына елдің территорияның шетіне түзу өлшемдер жүргізеді да. Потому что так легче. Например, қазір мынаны бәрін санап алғанша да, легче сделать вот так вот квадрат, да? Мысалы, на жерде я могу вот так сделать. Вот так, и вот так. То есть эфирлік түсірілім белгілі бір алаңның картаға түсірген кезде не болды? Қайсы Мұратта? Нұрислам бар. Мына қалай жасайды? Мысалы, мына жерге дейін өлшеп алады да. Допустим, там 2 метр болсын да. Сосын мына нүктемен мына нүктенің арасын өлшеп алады. Мысалы, 2 метр. Потом мына жерге точка қояды. Допустим, мынаны алып тастайықшы, мен білмеймін ол қандай болған екенін. Но эфирлік түсірілімді түсірген кезде жаққа келгенде, мысалы, тағы бір бұрышы пайда болады. Сол бұрышқа дейін, мысалы, 1 метр болады менде. Мына екеуінің арасы менде сол 2 метр болсын. Я примерно говорю, например, мен өлшеп келе жатырмын белгілі бір орманның алабын. Сосын мына жаққа келем, мысалы, мына жерге менде 3 метр болсын. Мынаның арасы 2,5 метр болсын. Это вообще любой көрсеткіш может быть. Адам келді, кешегі көрбей метр бар ғой, мен дорожный көрсеткен. Сонымен өлшеді, мына жер 2,5 метр болды, все записал. Хорошо? Сосын оны масштаб бойынша картаға түсіреді, так примеру. Сосын дәл осылай, мына жерде көрсеткіш бар, мына жерде көрсеткіш бар, мына жерде көрсеткіш бар, мына жерде. И осылай есептейді каждый, да? Сосын мына нүктелерді алады да қосады. И мына жерде ортасында жаңағы орманның алабы шығады. Қосқан. Түсінікті ма? Сіздерге мына жерде эфирлік түсірілім далалық адресі бойынша объектінің планын салып, оның ауданын табу дейді. Еще ауданын табасыздар. Ауданын білесіздер ғой, палетка әдісімен и фигуралық әдіспен таптық, иә? Сіздер бірақ әдіспен таба салыңдар, палетка әдісімен, квадраттармен. Хорошо? Фигурасыз бір әдіспен таба салыңыздар. Енді сіздерде масштаб берілген, ал мына көрсеткіштердің барлығы мына жақта. Көрсеткіштің барлығы сіздерге меншімен берілген. Мысалы, бірінші вариантты қараңыздар. Ең бірінші вариант, так, 158-ші бетті ашыңдар. Қаштық бар? Масштаб беріліп тұр. ААБ нүктесі дейді. ААБ нүктесі 82 градуста. Так, енді қараңыздар. Жақта не айтып тұр? Менің қазір суретім былай болады. Адресімді, эфирлік түсірілімнің 4 бұрыш болады деп тұр. Уже беріліп тұр, қандай фигура болады. Сіздерде мен мына фигураны сыздым ғой шетіне. Дәл соны да. Ну, тут написано, что А бұрышы, вот здесь же написано А, Б уже берілген. Қалай берілген, солай сыздасыздар. Просто мынаның бағыты қазір біраз басқаша болуы мүмкін. Мына жерде бұрыш берілген. Сіздерде жазылып тұр А бұрышы 82 градус дейді. Это значит, солтүстікке ол 82 градусты таптыр. Мына жаққа қарай. Это значит, что АБ бұрышын мен қазір былай сызамын. Не, 90 болатын болса да, 82 примерно осылай деп алайық, да? Условно. Анда түзу солай сол бағытта болсын. Именно. Я. Мына түзуді, получается, АБ түзуді. Сіздер 82 градуста аласыздар. Міне, А, Б. И жаңағы 4 бұрышы менің осылай болады. Это картада, потому что орман былай солтүстікке қалай орналасқан, соған байланысты ғой. Жүре ма? И карталарыңызда солай беріп тұр. Именно АБ қандай бұрышта тұрған. Хорошо? 200 бірлеме өйтін. Енді қараңыздар дальше. Мен 4 бұрышты сызып алдым да.
Енді сіздерде мына жерде міне А, Б деп тұр, иә? Ең бірінші нені қараңыздаршы, мына жерде А, Б бірінші көрсеткіші 32 сантиметр болып тұр мына жерде. Ой, 32 метр болып тұр. Көрдіңіздер ма? Келесі қанша? 27-де 27-де 8. Келесі 43. Келесі 26-да 4. Енді қараңыздар. Это значит, что мынаның аралығы 32 метр. Но сіздерде 32 метр деген жерде өлшедім 32 метр. Мен оның картаға салуым керек. Сіздерде масштаб беріліп тұр. Масштаб бойынша мынау қанша сантиметрге тең болады. Есептеп аласыздар и миллиметровкаға сол сантиметрмен сызасыздар. Мына тапсырманы тоже миллиметровка қағазға жасайсыздар. Хорошо? Сол сантиметрді өлшеп аласыздар. И то же самое мына жерде бәрін масштабпен. Сіздерде мына барлығы метрмен беріліп тұр. Енді мына жердегі сызықта, міне мына сызықта 25-те 5 деп тұр да. 25-те 5-ті сіздер мына масштабпен ауыстырасыздар да. Мына жерде 10 метр беріліп тұр ғой, 1 сантиметрде 10 метр, значит 25-і менде қазір 2,5 сантиметр болады. Мына жерге 2,5 сантиметр. Мына жаққа ары қарай кеттік, 9-да 4 чуть покороче будет. Сосын бұлай, мынау қай жерге дейін жетеді, мына сызықтың өлшемі беріліп тұр. Сосын мына точкалардың барлығын сіздер өлшеп алған кезде мынаның бәрін бүйтіп қосасыздар. И мынаның ауданын есептейсіздер. Хорошо, мына төртбұрыштың емес, сізде іштен шыққан алаңның ауданын есептейсіздер. Түсінді ма? Все. 19-шы тапсырма осы, оны келесі четвертке дайындап келесіз.